Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер және бүгінгі видео өте ерекше форматта болады. Бүгінгі видеода біз небәрі 175 теңге тұратын балмұздақты бірге жасап көретін боламыз. Алыншымен бірге болыңыздар. Қазір сіздермен бірге осы мороженое істеп көретін боламыз. Қазір танымал болып жатыр. Бұл мороженейді істеу жолы өте оңай. 200 мл сүт және 2-3 минут миксермен араластырып холодильникке салып қою керек. Бірге істейтін боламыз. Видеоны аяғына дейін қарап, лайк басып, артқа келіп кетіңіздер. Ең алдымен мороженейді дәл осындай ыдысқа салып аламыз. Ұнтақ күйінде иісі өте керемет. Және осында 200 мл сүт құямыз. Сүтті құйып, негізі миксермен араластырамыз. Мен қазір миксермен араластыратын боламын. Достар, енді сіздермен бірге миксермен араластыратын боламыз. Миксермен көп емес, 2-3 минутқа араластырамыз. Міне, бұл балмұздақты біз негізі екінші рет жасап тұрмыз. Бірінші рет біз ванилий түрін алғанбыз, мынау бізде құлпынай дәмімен. Дәл осындай көпіршік болды. 2-3 минут араластырдық. Енді оны 2 немесе 4 сағатқа холодильникке салып қоятын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар және жасап көріңіздер. Өте оңай және нәтижесін бірге көретін боламыз. Подписка, лайк. Бір күн өтті, бірақ біздің холодильниктен мороженое онша қатпапты. Білмеймін не үшін екенін. Кішкене қатыпты, мынандай сумен жеп көрдім, бірақ сұйық әрі дәмі қышқыл, клубника дәмімен онша қатты ұнамады. Осымен осы видеом аяқталды. Негізі мен бұл видеодан бір күшті бір эффекті мороженейден күттім, яғни бір дәмі тәтті болады шығар деген сияқты. Жоқ, ондай болмады ойымдағыдай. Өздеріңіз көргенде или холодильникке байланысты ма білмеймін, бірақ дәмі қышқыл, клубника дәмімен дым-дым. Так что енді өздеріңіз білесіздер, просто бізде холодильник қатпай қалды, а так қатты ұнаған жоқ, честно. Достар, мен осымен видеом аяқталды. Ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп кетіңіздер. Өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Маған сіздердің пікірлеріңіз міндетті, яғни маңызды. Сол үшін де өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.